Мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27, ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12-ге тең. Екінші мен бесінші мүшелердің қосындысын табыңыз. Жақсы, берілгеніміздер жазып алайық. Оң өспелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі, онда біздер не деп жазамыз? b1 көбейтілген b4 тең болады 27. Ал екінші мен үшінші мүшелердің қосындысы екінші және үшінші мүшелердің қосындысы 12-ге тең. Мынандай бізде теңдеулер жүйесі пайда болады. Екінші мен бесінші мүшелердің қосындысын табыңыз дейді. Екінші және бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз дейді. Жақсы. Олай болатын болса, біздер бірінші теңдеуді жазып алайық, ашып алайық. Былайша айтқан кезде мына жерден жазайық. b1 көбейтілген. Енді мына жерде біздер b4-ті қазір b4-ті b1 көбейтілген q-ның үшінші дәрежесі деп жазып аламыз. Бұл b4 бізде тең болады 27. Ары қарай. Енді бұл жерде біздер мынандай нәрсені байқауымыз керек. Екінші теңдеуді көшіріп алайық. b2 қосылған b3 тең болады 12. Бұл жерде біздер енді мынандай нәрсені байқауымыз керек. Q-дің үшінші дәрежесі дегенді біздер былай жазып алайық. b1 көбейтілген q көбейтілген b1 көбейтілген q-дің квадраты тең 27. Ал екінші теңдеуді әзірше көшіре тұрамыз. Не істедік біздер? Біздер мына q-дің бірінші дәрежесі және екінші дәрежесі дегенді мына ережені пайдаланып a-ның n қосылған m дәрежесін жеке-жеке жаздық. Біздер n дәрежесі көбейтілген a-ның m дәрежесі деген ережені пайдаланып q-дің үшінші дәрежесін 1 және екінші дәрежеге бөліп жібердік. Оны неге олай жасадық? Қазір түсінесіздер. Өйткені бізде мынау b2 болып табылады, мынау бізде b3 болып табылады. Олай болатын болса, біздер енді мынаны b2 деп жазамыз, мынаны b3 деп жазамыз. Сонда екінші мүшесі мен үшінші мүшесінің көбейтіндісі 27-ге тең. Ал екінші мүшесі мен үшінші мүшесінің қосындысы 12-ге тең болып тұр. Сонда бізде теңдеулер жүйесі оңайырақ болып көрінеді. Ары қарай. Енді негізі бұл жерде біздер сандарды бірден тауып алсақ та болады. Немесе теңдеулер жүйесінен екінші теңдеуден b2-ні шығарып алып, бірінші теңдеуге қойып та шығарсақ болады. Мысалы, мына жерде бізде қандай екі санның қосындысы көбейтіндісі 27-ні береді және қосындысы 12-ні береді. Ол 9 бен 3-тікі. Сонда бізде b2 тең 9, b3 тең 3 болып тұр. Немесе екінші жағдай, ол b2 тең 3, ал b3 тең 9. Осында екі жағдай болып мүмкін. Жарайды. Бұл жерден біздер не істейміз? Бұл жерден біздер бірінші теңдеуіміз ол мынау болады. Екінші теңдеуіміз мынау болады. Бізге b1 мен q-ды табуымыз керек қой енді. Ал
b2 деген бізде ол b1 көбейтілген q тең болады 9. Ал b3 деген ол, не b2-ні жаздық, b3 деген ол b1 көбейтілген q-дің квадраты тең болады 3. Бірінші теңдеуіміз. Бұл жерден біздер бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөлсек, немесе міне екінші теңдеуді алып бірінші теңдеуге бөлсек, b1-ді не былай бөле салсақ та болады. b1-ді b1-ге бөлсек қысқарып кетеді. q квадратты q-ның бірінші дәрежесіне бөлсек, ол жай ғана q болады. Ал 3-ті 9-ға бөлсек, ол 3-тен 1 болады. Бұл бірінші теңдеуіміз. Міне мынаның шешімі. Ал екіншісін қазір мына жерде шығарамыз. Ол жерде b2 бізде қалай болды? b2 ол b1 көбейтілген q тең 3. Ал b1 көбейтілген q-ның квадраты тең болады 9. Ол бізге b3. Жақсы, тура солай біздер қазір екінші теңдеуді алып бірінші теңдеуге бөлеміз. b1 мен b1 қысқарып кетеді. q квадратты q-дің бірінші дәрежесіне бөлсек q болады. Тең болады 9-ды 3-ке бөлсек, ол тең болады 3-ке. Біздер аламыз екінші теңдеуді. Неге екінші теңдеуді аламыз? Өйткені бізде басында айтқан мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессия дейді міне. Оң өспелі геометриялық прогрессия. Ал өспелі геометриялық прогрессия ол тек қана q бірден үлкен болған кезде ғана орындалады. Яғни тек қана мына жағдайда аламыз. q тең 3-ке тең. Жақсы, q 3-ке тең болатын болса, бұл жерден b1 тең болады. Мына бірінші теңдеуге қойсақ, ол b1 1-ге тең болады. Жақсы, бұл жерден бізге енді мына сұрағымызға жауап алуымыз керек. b2 қосылған b5. b2-ні табу үшін біздер b2-ні білеміз енді бізде 3-ке тең. 3-ке тең болады. Енді b5-ті табу үшін біздер b1 көбейтілген q-ның 4-ші дәрежесі формуласы арқылы шығарамыз. b1-імізді айттық 1-ге тең. q-ның 4-ші дәрежесі, яғни 3-дің 4-ші дәрежесі ол болады 81. Жақсы, b2 бізде 3 болды. b2 қосылған b5. b2 бізде 3 қосылған 81 болады 84. Жауап А.